Луиза Хей. 21 күнде бақытты болудың құпиясы. 8-ші күн. Ішіміздегі баланы мейірімге бөлеу. 1-ші бөлім. Бүгін сіз айнаңыздың ар жағындағы ересек адамға қарап, ішіңіздегі баланы көресіз. Бұл айнамен жұмыстағы өте маңызды күн. Қане, қолыңыздан ұстаңыз, айнаға барайық. Көзіңізге тереңірек үңіліңіз. Айнадан көрген ересек адамға қарап, ішіңіздегі балаға сәлем беріңіз. Жасыңыздың қаншада екені маңызды емес. Ішіңізде сүйіспеншілік пен қоштауды қажет ететін кішкентай бала бар. Егер сіз әйел адам болсаңыз, өзіңізге деген сенім асып тасып жатса да, ішіңізде өте нәзік, көмекке мұқтаж кішкентай қыз бар. Егер сіз ер адам болсаңыз, өзіңізге қаншалықты сенімді болсаңыз да, ішіңізде жылу мен сүйіспеншілікті аңсайтын кішкентай ұл бар. Айнаға қараған кезде ішіңіздегі бейкүнә баланы көресіз бе? Бұл бала бақытты ма? Ол сізге не айтқысы келеді? Сіз бастан кешкен әрбір жас ішіңізде, санаңызда және жадында. Балалық шағыңызда бірдеңе дұрыс болмаса, оған өзім кінәлімін, менің кесірімнен осылай болды деп сеніп келдіңіз. Балаларда егер бәрін дұрыс істесек, ата-анамыз бізді жақсы көреді және жазаламайды деген ой кішкентайынан қалыптасады. Әдетте 5 жас шамасында ішкі баладан қол үзе бастаймыз. Сол жаста осындай ауыр шешім қабылдаймыз, өйткені осы күйінде қалу дұрыс емес, өзімізді түзеу керек және енді бұл баламен ешқандай байланыс болмау керек деп ойлаймыз. Біздің ішімізде ата-ана да бар. Көбімізде бұл ішкі ата-ана образы ішіміздегі балаға тоқтаусыз ұрсып жатады. Ішкі диалогіне құлақ ассақ, ұрыс-керістен басқа ештеңе естімейсің. Ата-ана сізге бір нәрсені дұрыс істемегеніңізді, немесе әлі де олар ойлағандай мінсіз бала бола алмағаныңызды айтып сөгеді. Бала кезде ата-анамыз бізге қалай ұрса, уақыт өте келе өзіміз соғыс ашып, дәл солай мінімізді көрсетіп тұрып ұрса бастаймыз. Сен ақымақсың. Ата-анаң саған үміт артып отыр, ал сен оны ақтамадың. Ештеңені дұрыс істемейсің. Бірте-бірте бұл әдетке айналды. Енді ересектік, бірақ көбіміз ішіміздегі кішкентай қорғансыз баланы елемейміз. Бұрын қалай кемсітіп, жаның жараланса, әлі күнге дейін соны жалғастырып келеміз. Осы шаблонды қайта-қайта қайталаудан жалықпаймыз. Өміріңізде әлденеден қорыққан сайын қорқып жатқан сіз емес, ішіңіздегі бала екенін біліңіз. Ересек адам қорықпайды, бірақ ол ішіндегі баладан қол үзген және оған көмектесе келмейді. Сондықтан ересек адам мен бала арасындағы қарым-қатынасты дамытуы керек. Ішіңіздегі баламен қалай байланыс орнатасыз? 1-ші қадам, айнамен жұмыс арқылы баланы тану. Бұл бала кім? Ол неге бақытты? Бұл бала өзін қауіпсіз, қорғаны мықты және сүйікті сезіну үшін не істегіңіз келеді? Не істесеңіз де, ол жайында ішкі балаға айтып беріңіз, сөйлесіңіз. Түсінем, бұл бір ақымақтық секілді көрінеді. Бірақ оның пайдасы бар. Қандай жағдай болмасын, ішіңіздегі баладан ешқашан бас тартпайтыныңызды, немесе тастамайтыныңызды, әрқашан оның жанында болатыныңызды және оны жақсы көретініңізді ұқтырыңыз. Ішіңіздегі баланың шын қалауы не? Ол сіздің назарыңызда болу, өзін қауіпсіз және сүйікті сезіну. Егер ішіңіздегі кішкентай адаммен қарым-қатынас құруға күніне 1-2 минут уақыт бөле алсаңыз, өміріңіз әлдеқайда жақсарады. Аффирмация жасайық, мен өзімнің ішімдегі баланы жақсы көруге және қабылдауға дайынмын. 8-ші күннің айна жаттығуы. 1. Шамамен 5 жасар кезіңіздегі фотосуретті табыңыз. Оны айнаңызға жапсырыңыз. 2. Суретке бірнеше минут зер салып қараңыз. Не көріп тұрсыз? Көз алдыңызда тұрған бала бақытты көріне ме? Әлде жүзінде бір мұң бар ма? 3. Айнадағы бейнеңізбен, яғни ішіңіздегі баламен сырласыңыз. Қаласаңыз, суреттегі балаға қарап сөйлесуге болады. Ішіңіздегі баланы кішкентай кезіңіздегі лақап атыңызбен атаңыз. Негізі ыңғайланып отырып сөйлескен дұрыс, өйткені тұрып сөйлесіп, өзіңізді ыңғайсыз сезінсеңіз айна алдындағы сырласу біртіндеп сізге ауыр сезім тастап кетуі мүмкін. Сондықтан сұлулық айнасына қарап сөйлесіп отырғаныңызбен балаға алыстан тіл қатуыңыз да мүмкін. 4. Жүрегіңізді ашып ең аяулы ойларыңызбен бөлісіңіз. 5. Сырласып біткен соң мына аффирмацияларды айтыңыз.
Мен сені жақсы көрем, жаным. Мен сен үшін осында, жаныңда жүрмін. Саған төніп тұрған ешқандай қауіп жоқ. Ғаламат күшіңізде 8 күннің күнделік сұрақтары. 1. Бұл жаттығуға қалам, түрлі түсті қарындаш, фломастер керек болады. 2. Әдетте жазу жазбайтын қолыңызбен, көбінесе сол қол, кішкентай кезіңіздегі өз суретіңізді салыңыз. Шығармашылыққа ерік беріңіз. 3. Салынған суретті айнаңызға іліп қойыңыз. 4. Суретке қарап отырып, ішіңіздегі баламен сөйлесіңіз. 5. Балаға мына сұрақтарды қойып көріңіз, саған не ұнайды? Не ұнамайды? Неден қорқасың? Дәл қазір саған не керек? Сені бақытты ету үшін не істей аламын? Сосын жауаптарын күнделікке жазыңыз. 6. Көзіңізді жұмып, бүгін ішіңіздегі бала жайлы не білдіңіз, сол жайында біраз уақыт ойланыңыз. 8 күнгі жүректегі ойлар, ішімдегі баланы махаббатқа бөлеймін. Ішіңіздегі балаға қамқор болыңыз. Ол бәрінен қорқады. Оған көп нәрсе ауыр тиеді. Бұл не істеу керегін білмейтін бала. Баламен бірге болыңыз. Оны қабылдаңыз, жақсы көріңіз және қажеттілігін қанағаттандыру үшін қолдан келгеннің бәрін жасаңыз. Қандай жағдай болса да, әрқашан оның жанында болатыныңызды ұқтырыңыз. Ешқашан теріс айналып кетпейсіз, тастамайсыз. Сіз бұл баланы өмір бойы жақсы көріп өтесіз. 8 күннің медитациясы, еркіне жібере және бойыңды еркін ұста. 8 күннің аудиосы. Жақсылап терең демалып, көзіңізді жұмыңыз. Тағы бір мәрте терең тыныс алыңыз және денеңіздің толыққанды босаңсуына мүмкіндік беріңіз. Назарыңызды саусақтарыңызға аударыңыз және оларды толығымен жұмсартыңыз. Енді аяғыңызды, барлық бақайларыңыз бен табаныңызды босаңыстыңыз. Сосын бұл рахат сезімінің балтырыңыз және тізеге қарай жоғары жылжуына мүмкіндік беріңіз. Енді бұл жылу мен босаңсу жамбасыңызға өтсін. Енді жамбас пен бөксеңізді босаңыстыңыз. Беліңізді бос ұстаңыз, содан кейін кеудеңізге мойын сүйектері мен иық арқылы тыныштық көтеріліп келе жатқанын сезініңіз. Иығыңызды төмен түсіріңіз. Шынтағыңызды босаңыстыңыз. Қол, білек және саусақтарыңыз да демалсын. Бойыңызда қалып қойған ширығу саусақ ұшы арқылы ағып кетсін. Мойныңызды босаңыстыңыз, содан кейін жақ, бет және көз айналасындағы бүкіл бұлшықеттің демалуына мүмкіндік беріңіз. Маңдайыңыз бен бас терісін босаңыстыңыз. Бәрін бос жіберіңіз. Демалыңыз. Әр күніңізге сәттілік. Каналға жазылып, қоңырау батырмасын басып қойыңыз.